Сәлем достар, сіздермен бірге мен Рудерка. Бүгінгі видеода біздер тока-бока ойнайтын боламыз. Әрине, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен мен кейіпкерімді таныстырайын. Бұның аты Ақерке болады. Және осындай аты. Бірінші бұның үйін таныстырып кетейін. Бұл компьютер ойынын нектесіде өзім білетін жер. Ал мынау комнатасы, мынау кухня, мынау ванна. Вот осындай үйі бар. Енді сериямызды бастайық. Ұйқымнан тұрдым ғой. Енді киім киіп алуым керек. Мына киімді кисем өте жарасатын сияқты. Ақшамнан менде өте көп. Мына қайда жұмсасам болады екен? Компьютер алдым, үй алдым, керемет. Үйдің түрлі құжаттары да бар. Жарайды, мен шай ішейін. Шайды қойып жібердім. Ой, макароным пісіп кетіпті ғой. Ой, өте ыстық. Қайда қойсам болады екен? Тарелкам бар ғой. Оу. Ой. Видеден де шығыпты. Енді барып, азғандай сабағымды айдайын. Мектебінен дай тапсырмалар беріпті. Карандашымды алайын. Екі жұмыс содан болды, компьютер ойнайтын азғандай. Футбол. Осы неге менде футбол басып кеткен? Жарайды қойшы. Футбол өте қызықты емес. Мен ваннаға барып боянып алайын. Осы косметикамды алайын. Болдым, крем жағып, боянып. Енді барып посуданы жинайын. Мынаны осында қойып, мынаны мында қойып тұрайын. Мынаны мында қояйын. Енді мында тұра берсін. Осы жерді жинап қоюым керек. Шай осында тұрады. Болды мен жинап. Ол клубника алады. Ой. Мына не істесем болады екен? Лучше мынадан кітап алайыншы. Өте қызықты. Ана кітапты алсам екен. Жоқ, бұл қызықты емес. Осы қызықты сияқты. Өте қызықты. Мазмұн бар екен ғой. Осы тақырыпты оқиын. Оқып болдым.
Мен осымен ендігі серияда телефон алуым керек. Телефонсыз өз кеше ғана көшіп келдім. Осының ішіне. Айтпақшы менде торт бар еді ғой. Торт өте дәмді болыпты. Құрбым істеген еді. Кеттім. Суретсіз отырайын. Ертең бізге физикадан сабақ береді. Физика мүлдем жақпайды маған. Жарайды оқып отырайын. Физика дегенде матем, әдебиет. Бұл осынша жаттауға беріп еді ғой. Қойшы. Ертең не жаттаймын? Ертең бізге сабақ емес қой. Мне осылай жазайын. Жазып болдым. Енді басқа нәрселерді істеуім керек. Мен мына жерден не істесем болады екен? Соны болайын десем. Әлі мен өз үйіме қажетті жиһаздарды әлі толтырып алған жоқпын. Сосын көп нәрселерім жоқ. Қыздар. Мынаны кім әкеп тастаған? Былай үшін тұрғай. Үйдің егесін кім ал? Мына кітапты оқиын әдебиеттен. Тоже жаттау берген. Не істеймін енді? Мен жаттап тастауым керек енді. Ертең или бүгін жаттауым керек. Біреуін бүгін жаттасам өте өзіме оңай болады. Бірақ қазір қылғым келмей жатыр. Өзімнің блокнотыма керекті заттарымды жазайын. Вау. Осыларды жазсам жетеді. Бір күшті тағам бар. Істеп көрейінші. Тұршы менде продукты тағамаған ғой. Ертең продукты алып келуім керек. Но қазірше қарбыз бар. Қарбызды кесіп жүруім керек. Осы шайдың дәмін өте жақсы көремін. Мынау қандай нәрсе? Бұрын біздің үйде болмаған бұл. Бұл не? Ой, ескі адамдікі қап кеткен екен ғой. Жаңадан үй болса бұл. Қайтып өз нәрсесін ұмытып кетеді. Әлде өзімнің бұрынғы заттарым екен. Білмеймін. Ана кішірейтіп көрейінші. Кішіме ыңғайсыз болады екен. Менің осы жерде кішкентай игрушкаларым бар ғой. Вау, ана өте әдемі. Вау, осыны жақында алдым. Бірақ өзіме қатты ұнайды. Картинкасы да бар. Ана ең кішкентай кезіндегі ойнаған динозаврым. Динозавр емес бұл. Крокодил. Жарайды, мен енді ойнамаймын. Қой. Қазір мен ванна атып алуым керек.
Бірақ мен өз киіммен түсе бермеймін ғой. Мен лучше мына киімімді кигім келіп тұрмын. Бірақ шынымен бұл өте әдемі киім. Өзімнің шашыма да сай. Менде бәрі нәрсем аз ғой. Киімім де аз, продуктым да аз. Енді ертең бәрін алып келемін. Сосын күшті қоямын. Вау, мынаны көрейінші. Мына жерде бедер жасаймыз. Жарайды. Ой, түнде батып қалыпты ғой. Ұқтай. Мен осы киіммен ұқтай берейін ба, әлде? Осы киіммен ұқтай берейін. Достар, бүгін менің сериям аяқталды. Бірақ қысқаша болып қалды. Бірақ өзімнің қолымнан келгенше түсіріп жатырмын. Бұдан да қызықты видеолар болады, достар.